Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін шоколадный пирог брауни дайындап үйренеміз. Осы менің рецептіммен жасасаңыз, сізден нағыз брауни шығады. Яғни, оның іші дымқыл, влажный болып, және де сырты қытырлап, хрустящий болып шығатын болады. Және де оны дастарханға балмұздақпен берсеңіз, өте дәмді. Видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Ол үшін қажетті заттар: 180 грамм сары май, 200 грамм шоколад, 4 жұмыртқа, 250 грамм қант, 100 грамм ұн, 60 грамм какао және 1 шай қасық қопсытқыш. Ең алдымен шоколад пен сары майды бір ыңғайлы ыдысқа салып, екеуін ерітеміз. Оны водяная баняда, яғни ыстық судың үстінде немесе микроволновкада ерітсеңіз болады. Мінекей сұйықтығы осындай болып шығуы қажет. Содан соң шоколадты суытуға қоямыз да құрғақ ингредиенттерді араластырамыз. Яғни ұнға қопсытқышты, какаоны және де қантты қосып, барлығын жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Мінекей құрғақ ингредиенттер араласып дайын болды. Енді шоколадты массаны алып, үлкен ыңғайлы ыдысқа құямыз. Содан кейін оған 4 штук жұмыртқаны саламыз. Және де екеуін жақсылап араластырамыз. Оны венчикпен немесе қасықпен араластыра берсеңіз де болады. Осындай болуы қажет. Содан кейін дайын тұрған құрғақ ингредиенттерді алып, електен өткізе отырып, бірнеше бөлікке бөліп, осы шоколадты жұмыртқалы массамызға қосамыз. Осылай бірнеше бөлікке бөліп қосамыз құрғақ ингредиенттерді, және де әрбір қосқан сайын електен өткізіп отыруымыз қажет, және жақсылап араластырамыз. Мен оны 4 бөлікке бөліп қостым. Осылай барлығын қосқаннан кейін тағы да жақсылап араластырамыз. Осындай қою масса шығуы қажет. Содан соң формамызды дайындаймыз. Мен противеньге үстіне осындай 4 бұрышты форманы алдым да, астына пергаментті қағаз жайып, оған осы шоколадты массамызды орналастырдым. Барлығын осылай орналастырып шығамыз, және де бетін тегістейміз. Содан соң оны 180 градус қызып тұрған пеште 25-30 минут пісіруге жібереміз. Мінекей пирог дайын болды. Оның ішіне шпажканы салған кезде осындай құрғақ болуы қажет. Содан кейін оны формадан босатамыз да суытуға қоямыз. Пирог суыды, енді оны әдемілеуге кірісеміз. Мен ол үшін шоколадты сүтпен еріттім, және де вареная сгущенкаға кішкене сүт қосып, осындай сұйықтыққа келтірдім де, бетіне жақсылап әдемілеп жағып шықтым. Неке осылай шоколадты құйдым. Және де вареная сгущенка мен сүт араласқан массаны да осылай әдемі етіп құйып шықтым. Содан соң бетіне әдемілік үшін арахистерді орналастырып шықтым. Ол өзіңіздің қалауыңыз бойынша, және де әдемілеуі де өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Бетіне ештеңе жақпай-ақ та солай берсеңіз де, бұл пирог өте әдемі әрі дәмді болып шығады. Мінекей пирогымыз дайын, осындай керемет болып шықты. Видео ұнаса, лүпіл басып пікір қалдыруды ұмытпаңыз.